сәлем достар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Пісіп кеттім ойбай. Мынау деген терім деген масқара ана жақта бір 15 минут түрем, іші пар болып жатыр екен. Енді Баласахан бүгін бізге бір ай екен. Аю келе жатыр. Бәрі ақ болған қаладым енді кішігірім. Ой, жарайсыз. Кішігірім. Сіздерге бүгін бір ай. Танысатқанымызға бір ай негізі. Таныстық басталғанына. Сол кішігірім осылай жасайын деп мақсат қойып істегеніміз бар. Жарайсыз. Ернар, жарайсыз. Өте әдемі гүлдер. Аю. Аделя, ұнады ма сізге? Өте қатты ұнады. Алдында бір рет айтқан едім осындай белый мишка хочу деп. Содан сізге сыйлап жатыр. Айтқаныңызды екі етпей бірден мені бір айлықты осылай тойлататын болсаңыздар, білмеймін. Бұйырса енді Құдай қаласа алдағы уақытта енді уақыт сәтіне қалдырамыз. Осыны айтқаннан кейін, жасағаннан кейін айтып қойдым. Өзім ойланып жүрдім біраз. Сол кеше кішігірім дайындалып. Мен сөзге келіп қалды деп естіп едім. Ол да бар. Қазір дұрыс па бәрі? Енді 100% деп айта алмаймын, бірақ енді мен ешқандай настроениемен көңілімді түсірген жоқпын. Кішігірім болсын ілтипат, мен ол датаны есімде. Сол кішігірім датаны ескеріп, бекер телеп тұрған жоқ деп ойлаймын. Жанып тұрмын. Бекерге емес деп ойлаймын. Бірақ арамызда енді кішігірім мәселелер болып қалған бар енді Баласахан. Енді мен ойлаймын, алдағы эфирде міндетті түрде білеміз өздеріңізден, бірақ қазір жалпы бәрі жақсы сияқты, енді біле жатармыз. Жарайсыз, Ернар, жайғасыңыздар. Рахмет, мен кеттім ба? Сіз барып шешімге кетсеңіз болады. Аделя, сіз жайғасыңыз. Баласаханым. Құрметті көрермен, енді Ернар мен Аделяның таныстықтары қалай болып жатыр, енді оны білетін боламыз, себебі көптен ортада болмаған еді. Және бұдан бөлек, бүгін Ғалымжан мен Перизаттың арасында не болған түсіне алмадық, ренжісіп қалған секілді. Енді біз оның барлығын алдағы уақытта ертең білетін боламыз. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бүгін бізде мерекелік эфир болды. Біздің сүйікті арнамыз, үздік арнамыз Жасай бер Еуразия бірінші арнасы. Ата-ана атанған тағы да бір жұп. Қалайсыздар? Жақсы, аман есен, өздеріңіз қалайсыздар? Мен айтып жатырмын да, сыртта уже кәдімгідей бір әке, ана болып, түрлері де өзгерген, өздері де өзгерген. Қартайып отыр. Біздің заман өтті, бұл жастардың заманы қазір. Жастардың заманы ма? Ана болған қалай? Адамның басты принципі, мақсаттары осындай ғой, үйленіп, үй болып, артында ұрпақ қалдыру дегендей. Біз сол қадамдарға жаймен деп келе жатырық. Осылардың жаңа қатысушылары, қыздардың, жігіттердің барлықтарына осындай бақыт тілеймін. Үйленіңдер, тұрмысқа шығыңдар, бала болыңдар. Жұғысты болсын, өмір қысқа ғой. Бүгін енді көңіліміз кәдімгідей толып отыр. Үлгілі отбасылар қатар-қатар келіп жатыр, және солардың бірі Рамазан мен Лейла. Қош келдіңіздер. Сіздерді көрмегелі қанша заман болды өзі? Біз де өте қатты сағынып қалдық. Бұл студия мен үшін өте жылы. Осы жерде мен өз махаббатыма табуға және де көмек атсалысқан осы қосылайық жобасына. Қайта қосылуларыңызға, Қайта қосылуымызға үлкен себепкер болды. Қосылайық бағдарламасына үлкен рахмет. Сол туған күндеріңіз құтты болсын. Туған күндеріңіз құтты болсын. Келіп қалдық. Мұнда енді жемістері жүр, кішкентай ұлдары. Енді қалай өмірлеріңізде не жаңалық болып жатыр? Жаңалық өте көп. Енді отбасылық өмір, бақыттымыз ең бастысы. Айта берсек көп. Қосылайықты сағынасыздар ма, көресіздер ма? Қосылайықты? Осы 2 жұпқа 2 жыл болыпты отбасы құрғандарыңызға, бұл енді бұл жақта сәл басқа жалау сезімде тұр. Сонда да эфирге келіп құттықтап кеткендеріңізге рахмет. Қалайсыздар жалпы? Өзім күткен жоқпын, айтылмақ деп ойладым негізі, бірақ шын толған сияқты уақыты. Бүгін бір сенші сұрап қалуыңыз мүмкін сияқты ма? Серік сәл уайымдап отқан сияқты. Партнер болып кірген, екінші ретте партнер болып бұйыртса, Кірес. Қыздар зажигает, женушка наблюдает, как будто енешка стоит. қатал ене болатын сияқтысыз. Келінге обал негізше. Саламатсыздар ма, қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы. Сіздерде точно бәрі жақсы ма? Бір түрлі стористер көрген сияқты едім. Бізде ма? Аделя екеулеріңізде ұрыс керіс ештеңе жоқ па? Ұрыс керіс ештеңе болған жоқ па? Жоқ. Ай, бір нәрсе бар сияқты бұл жерде. Не үшін? Білмеймін, қыз ренжілу сияқты бір стористар байқап қалдым. Енді қыз балалар салады ғой, мен ештеңе салған жоқпын, бірақ өзім жұмыста болдым 2 күн. Если что, бүгін эфирде көретін боламыз енді, Сол мен өзім қатты түсінбедім, не отырғанмын. Ернар, бүгінгі сұрақ, сіздің өміріңіз Қосылайық жобасына келгелі қалай өзгерді?
өзгерді, біраз өзгерді. Қандай өзгеріс? Менталь жағынан, адамдар тану жағынан, біраз осылай бір жағынан, школа ол жағынан. Сол үшін де рахмет айтамын көп-көп. Бұрын басқа адам едім негізі, бұл жаққа келіп көбірек адамдар жайлы бірден анализ жасап, сондай жағынан кәдімгідей өстім. Қалайсыз? Аллаға шүкір. Бұл кісі дым уақыты жоқ бұл кісінің. Қазір бұл кісі өте қатты көтеріліп бара жатыр. Өнер адаммын ғой. Өнер адамда акустикалық кеш өтейін деп жатыр мысалы. Акустикалық кеш өтіп менде. Сіз де келетін шығарсыз? Мүмкін, білмеймін, оқырмандарды бір шақырып қойсаңызшы. Иә, достар, құрметті Алматы қаласының жастары, болмаса басқа қаладан келетіндер де бар айтпақшы. Оның үші күні, бұйырса осының четверг күні ғой, кешкі сағат 19:30-да мен акустикалық кешім болады. Барлық ақпаратты менің аккаунтымнан білетін боласыз. Иә, міндетті түріңізде келіңіздер, көріңіздер, бағалап өтіңіздер біздің. Аха. Шынымен қатты өзгердім. Жаңа Ернар айтып жатты ғой, адамдар сразу танитын болдым деп ше. Мен де сразу танитын болдым адамдар. Бір сөйлескеннен өмірге көз қарас деген сияқты. Лаура, қалайсыз? Жақсы. Ішіңізге әңгіме толып қапты. Иә, толып қалды. Біз мына жақта сторис түсіріп алсақ артынан Лаура әйтеуір аузы жабылмай бір нәрсе айтып отыр. Сағынып қалдым сіздерді. Анаңыз қалай, денсаулығы қалай? Жақсы, бүгін Құдай қаласа үйге шығарады уже. Ажан ханым, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз? Әдемі болып тұрсыз. Сіз де. Қалыңыз қалай, Жанерке? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Демалыс күндеріңіз қалай өтті? Кездесулер болып жатыр ма? Болып жатыр. Бір-бірлеріңізді жігіт, қыз ретінде танып жатсыздар ма? Бұл кісі енді бірақ бөлек та. Бұл кісі пенсионер дейін ба? Бұл сұрақты. Аха, бірнеше жылдар бұрын сіз жобаға келгеннен кейін өміріңіз өзгерді ма? Кәдімгідей өзгерді ғой негізі. Бұрыласып бір нәрсе айтып жатыр енді екеуі. Саламатсыз. Қалайсыздар? Жақсымын, сіз қалайсыз? Жақсы, Ғалымжанмен сөйлесе алдыңыздар ма, шеше алдыңыздар ма? Иә, сөйлестік. Аяулыммен сол жайлы сөйлесіп жатсыз ба? Иә. Оппо, қандай адамдар. Қызыл пижамасын тренд болып отыр мысалы. Қызыл пижама, киім, розовый на балам ертедің. Көк костюммен күйік болам десеңші. Енді былай айтайын, дисциплина жағынан десем де болады. Себебі бұл жақта тәртіп деген сияқты бір өздеріңіз азын келеді, қарайды, кешікпей келу керексің деген сияқты. Бұл кісілерді де сағынған жандар көп. Қалайсыздар? Жақсы. Сап-сары жұбымызды сағынып қалдық. Аделя, қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз. Жақсы, сіздерде жалпы бәрі жақсы ма деген сұрақ қой. Негізі студияға келген кезде Аделя мен Ернар үнемі бірге жүреді. Өздеріңізге көрсеткенде артта тығылып отыра ма, білмеймін, тикток түсіре ма. Бүгін басқаша. Және де сіздің бір екі стористарыңызды байқап қалдым. Қандай? Білмеймін, маған адам жіберу оңай, мен деген сияқты. Бір реніштің Істері самады негізі. Ешқандай адамға пасы ондай емес. Бірақ бір мәселе бар, иә.